Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін өте дәмді шпинатты рулеттің рецептімен толықтай бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала бәрін дайындап алдым. Бірінші шпинатты тазалап жуып аласыздар мұндай суға және қайнап тұрған суға дәл осылай 5 минутта жібітіп аламыз. 5 минутта дәл осылай жібіді. Шпинатты, жұмыртқа және творожный сыр, дәміне қарай тұз саламыз және де ұнды салып, жақсылап осы блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Блендер міндетті түрде болу керек, өйткені шпинатты дәл осылай езіп алу үшін дәл осылай міне араластырып езіп алдық. Және дәл осылай пергамент қағазға салып 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде пергаментті қағазға мән беріңіздер. Мендегі баклан ал кішкене арзандау болатын болса, міндетті түрде астына сұйық май жағып жіберсеңіздер болады. Ортасына алдын ала тартылған сиыр етінен жақсылап араластырып, тұзды бұрышпен дәл осылай орап аламыз. Ортасына қалаған начинкаларыңызды қойсаңыздар болады. Менде толықтай пісіріп, ортасына творожный сыр да жақсаңыздар болады. Салмасына қалаларыңызша қоссаңыздар болады. Менде міне дайын болды. Өте дәмді, дастарханның сәнін келтіретіні сөзсіз. Міндетті түрде видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған